Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Ақтауда пәтерде жарылыс болып, ер адам қолынан айырылды. Тұрғындардың айтуынша, түс кезінде қатты дыбыс естіліп, терезелер сынып кеткен. 1988 жылы туылған ер адамның жансақтау бөлімінде жатыр деп жазады Лада. Көршілерінің әскери қызметкер пәтерде отбасымен бірге тұрғанын айтады. Бізді тамашалауда жалғастырыңыз. Жылдам хабарнама. Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Көпбалалы аналарға берілетін жәрдемақы өседі. Алтын алқа және күміс алқамен наградталған аналар деген жаңа статус енгізілді. Бала күтіміне байланысты төлемдер мерзімі ұзайтылады. Көпбалалы аналарға берілетін жәрдемақы мөлшері көбейтіледі және олар алтын алқа, күміс алқамен наградталған аналар деген жаңа статусқа қарастырылады, деді Тамара Дүйсенова үкімет сағатынан. Айтуынша, 18 жасқа дейін балаларға берілген ұлттық қордың инвестициялық кірісінен түскен табыстың 50% көлеміндегі бастапқы капитал қосымша көмек көзі болады. Бізді тамашалауда жалғастырыңыз.